Саламатсыздар ма? Осы видеода мына оюдың кристалл тастарын қалай орнату керек екенін көрсетемін. Қыздар, міне оюды сызып алдық. Мен тек қана бір жағын көрсетемін сізге. Платина екі тініне осындай оюды сызып алдық. Енді өзіміздің тастарымызды көреміз. Қайсысы келеді, қандай ыңғайлы тұрады. Мынандай алдырып жапсырамыз. Қандай тастар қай оюға ыңғайлы болып тұратын өзіңіз қарап аласыз әуелі. Ыңғайластырып, қалай әдемі тұратынын. Міне мен алдын ала наброска жасап жатырмын. Бұл сіздің кристалл тастарыңыздың формалары әртүрлі болса, қалай тұратын, қай бағытта жақсы тұратын қарауға өте ыңғайлы способ. Кристалл тастарыңыздың сапасы, жарқырауы өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Әртүрлі цветте, басқа да цветтерді қолдана берсеңіз болады. Менің ұнайтатын цветім болғандықтан осыдан жасап жатырмын. Мен V6 деген клей қолданамын. Момент кристалл деген клей де бар, бірақ ол көп болмайды. V6 клейін фурнитура сататын магазиндерден алсаңыз болады. Міне осындай жұқалап жағып, әуелі клейлеп алсаңыз болады. Бұл клей әрқашан ұстап тұрады деп айта алмаймын. Жабыстырғаннан кейін обязательно артын тігіп тастаймын. Сондықтан тек просто түзу тұру үшін жабыстырылады. Тігіп болғанша сіз түзу қай жерде тұратын білу үшін. Мен солай қолданамын өзім. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, кристалл тасты орналастырғанымен жабыстырғаным бөлек. Өйткені сол жабыстыру барысында көрінеді сізге қалай жақсы тұратыны. Көріп тұрғаныңыздай ауыстырып жатырмын орнын. Осылай өзіңізге ыңғайлы, ұнағаныңыздай жабыстырып аласыз. Міне барлық тастарды жабыстырып болдық. Енді жабыстырып болдық, астын тігіп тастаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, енді стразная лента жабыстырамыз. Бұл кестеден бұрынғы дайындық этаптары десем де болады. Осындай стразная лентаны суретіміздің сызығымен, бұл 2 миллиметрлік стразная лента. Осылай сызықтың бойына клей жағып, мен көріп тұрғаныңыздай клей V6 1000 деген клей. Басы үшкір ыңғайлы клей. Осылай жұқалап жағып, әуелі стразная лентаны да жабыстырып аласыз. Өйткені сразу тіксеңіз, стразная лента қисық болып тігіледі. Сондықтан оны да жабыстыру керек. Сосын барып уже тігуге кірісесіз. Сызықтың бойымен аккуратно жайлап
жабыстырып аласыз. Өте нық болып жабысады. Содан кейін үстін тігіп тастайсыз. Осымен кристалл жабыстыру әдістерін сізге көрсеттім. Міне. Міне осындай мононит жіппен тігемін. 0,1 размері, прозрачный. 2 тін қылдырып тіксеңіз, көрінбейді, әрі нық болып тігіледі. Басқа да әдістермен, лайфхактармен басқа видеоларымда бөлісіп тұрамын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет көңілдеріңізге.